Сәлем баршаға, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге осындай керемет панавипайдың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецепт бір жасағаннан керемет болып шығады, өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Достар, сіздер бұл рецептпен сатылымға да шығара аласыздар. Үй жағдайында жасасаңыздар да болады. Менімен бірге болыңыздар. Ал енді ең алдымен біз таза ыдысымызға ұнымызға разрыхлителді қосып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ұнымызды ыдысымызға салып, бөлме температурасында тұрған сары май екеуін қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осы орайда біз таза ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып, қантты саламыз да екеуін араластырып, қантты ертіп қоямыз. Ұнымыз бен майымызды жақсылап араластырып болғаннан кейін біз еріген жұмыртқамыздағы сахарды салып, жақсылап қамыр елейтін боламыз. Ұнды артық қоспайсыздар. Осылай барлығын жақсылап араластырып, қамырымызды өте жұмсақ әрі керемет етіп шығарамыз. Дәл видеода да жасаңыздар. Мен сіздерге қазір описанияға астына рецептердің грамм-граммын барлығын жазып кететін боламын. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Енді оны пакетке салып, холодильникке кемінде 20 минутқа қоямыз. Содан кейін холодильниктен алып, осылай арнайы формамызға тегістеп салып, шанышқының көмегімен жақсылап тегістеп аламыз да 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Мінекей осылай керемет болып шығады. Байқасаңыздар, өте керемет әрі көпсіп тамаша болып піскен. Енді достар, біз вареный сгущенканы алдымен бетіне жақсылап тегістеп жағып шығамыз. Мен үлкен ас қасықпен 2,5 ас қасық қосып, жақсылап тегістеп жайдым. Сіздер одан да көп 3 ас қасық қоссаңыздар болады, дәміне қарай. Сосын тегістеп жағып шыққаннан кейін бананды реттеп әдемілеп қойып шығамыз. Дәл видеода да жасасаңыздар болады. Мінекей біз бананның барлығын жақсылап орналастырып шықтық. Енді бізде крем. Бұл кремде творожный сыр және де 33% сливки, сахарный пудра үшеуін жақсылап араластырып, осылай керемет формада құйып шығатын боламыз. Мінекей сіздер өз қалауларыңыз бойынша кез келген формада бетіне осылай әсемдікке құйсаңыздар болады. Және де әсемдік ретінде бетіне мен какао сеуіп шықтым. Содан кейін жанына сахарный пудра септім. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша әсемдікке қолдансаңыздар болады. Мінекей достар, біздің панавипай пирогымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді әрі керемет болып шығады. Егер видео рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Менің каналым сіздерге әрдайым ашық. Сіздермен болған мен Санақ Алтынай. Осы видеоны сақтап алыңыздар.